Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай венский вафли дайындаймыз. Вафлиіміз жұп-жұмсақ, дәмді болып шығады. Таңғы асқа жасап көрсеңіздер болады. Бізге қажетті ингредиенттер: сүт, жұмыртқа, сары май, ұн, қант, қопсытқыш және пісіретін мультипеш қажет. Ең алдымен қант пен жұмыртқаны араластырып, жақсылап миксерлеп аламыз. Біздің қантымыз еруі қажет, массамыздың көлемі ұлғаюы қажет. Біздің ингредиенттеріміз бөлме температурасында болғаны дұрыс. Енді сары май құямыз, сүт құямыз. Сүт бізде қолдың сүті. Араластырамыз. Енді ұн қосамыз, ұнмен бірге қопсытқыш қосамыз. Ұнды тым көп қосудың қажеті жоқ. Егер сіздер көп қосып қойсаңыздар, сіздердің вафлилеріңіз қатты болып қалады. Жақсылап араластырып шығамыз. Бізде қаймақ тәріздес масса дайын болуы қажет. Не қою емес, не сұйық емес. Дәл осындай. Енді осы қамырымызды екіге бөліп пісіріп алсаңыздар болады. Қызып тұрған мультипешімізге осылай құйып шығамыз. Қамырды тым көп салып қоймаңыздар. Көп болып кетсе, сіздердің қамырларыңыз жан-жағына тасып кетеді. Бетін жауып 8-10 минут аралығында пісіреміз. Міне вафлиіміз пісті, иісі деген керемет. Мен осылай балмұздақпен және бетіне шоколад құйып жасадым. Әсемдеу өз еркілеріңізде, жеміспен де әсемдесеңіздер болады. Видео сіздерге ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Әлі алда талай жақсы видеолар болады.